Ассалаумағалейкум, Кәсіп видео порталын тамашалап отырған қадірменді желі қолданушылары, назарларыңызға Бағдар хабарының кезекті санын ұсынамыз. Бүгінгі хабарымызға арқау болатын тақырып еліміздегі сот жүйесі. Студия қонағы Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының баспасөз хатшысы, саяси ғылымдар кандидаты Айдос Садуақасов. Айдос мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сот жүйесі тақырыбын тек көтеріп отқан жоқпыз. Есіңізде болса, былтырғы қазан айындағы жолдауында еліміздің тұңғыш президенті осы сотқа қатысты көптеген бір келелі мәселелерді көтерді. Олардың қатарында мына сотқа деген сенімді қалыптастыру. Енді былайша қарағанда бір жылға жуық уақыт өтті. Осы уақыт аралығында нақ осы сотқа сенімді қайтару мәселесінде қандай жұмыстар қолға алынды? Армысыздар желінің қолданушылары, құрметті көрермендер. Әрине, сенім деген мәселе өте өзекті мәселе. Жалпы сенімді қалыптастыру үшін екі түрлі нәрсені айтып өту керек. Біріншісі, адамдардың өз іс-әрекетіне сенімді ме? Мысалы, қазіргі таңда сіз әртүрлі жағдайға тап болып жатсаңыз, мысалы, сіз банкке барасыз, қаржылық қиындыққа ұшырасаңыз, сіз сол алдыңыздағы құжатты, қаржылық келісім шартты ықтият, мұқият оқып шығасыз ба, танысып? Біз көбінесе уақыттың тапшылығы дейміз, немесе жағдайымызды қысылтаяң болып тұрады да, сол құжатқа тезірек қол қоюға асығамыз да, және кейіннен қандай міндеттеме алғанымызды үйге барып, немесе кейін банктың өкілі сізге хабарласқан кезде барып түсініп жатамыз. Өкінішке орай, оның арты көп жағдайда сот дауын алып келеді. Яғни азаматтарды банктер сотқа береді. Сотқа берген кезде банктердің де тарапынан әрине әртүрлі кемшілік етеді. Жаңағы жасырын комиссиялар болып жатады, немесе әртүрлі өсіңізде шығар даулар болды қоғамда. Бірақ көп жағдайда 50-50 азаматтардың өзіне де көптеген қатер етеді. Яғни құқықтық қаржылық сауатсыздықтың соңы айналып келгенде ең соңында азаматтар банкке келіп, егер сот шешімді банктың тарапынан шығарып жатса, азаматтар сотты кінәлайды, өзін кінәламайды. Мысалы, сенім, яғни бірінші адамның өзінің әрекетінде болу керек. Немесе екінші жағдай, сіз белгілі бір қылмыстық жаңағыдай оқиғаға тап болдыңыз. Сіз, мысалы, мүмкін жәбірленуші, немесе бір оқиғаның куәгері болып қалдыңыз делік. Сіз сол оқиғаға ұшыраған кезде азаматтардың көбісі бірден жаңағы полицияға, немесе құқық қорғау органдарына жүгінбейді. Яғни, белгілі бір дәрежеде сондай бір алаяқтардың әрекетіне түсіп қалған кезде, алаяқтардың, қылмыскерлердің сол мәселені ұзақ уақыт жүріп алады. Яғни біздің кешірім деген бар қазақылға, кешіретін жер бар, кешірмейтін өз принципті жерлер бар. Сондай сәттерде адамдар сол қылмыстық оқиғаға ұшырап жәбірленген кезде, сот залына барған кезде әрине 100% бірдей оның көңілінен шығатын шешім болмай шығады. Өйткені сіз білесіз, сот істерінде екі тарап болады, оның бірі жеңіледі, бірі жеңеді, міндетті түрде ол. Сондықтан жеңілген тарап әрдайым әрине ол қазақта сөз бар, жеңілген күреске тоймас дейді. Жеңілген адам әрбір сот шағымдарына жүгіне береді, және өзіне қарсы шешіміне үкім айтылған кезде әрине ол сотқа сенбейді. Енді бұл жерде мен 100% азаматтар кінәлаудан аулақпын. Әрине заңды білетіні бар, заңды орташа білетіні бар, заңды жақсы білетін азаматтар бар. Қоғам әртүрлі. Бірақ біздің сот жүйесінде де өкінішке орай бір құмалақ, бір қарын май тіршілік заңға томпақтау келетін шешім шығаратын, немесе асығыс шешім шығаратын істерді 100% мұқият зерделемей жатып бір шешімге келетін судьялар болады. Оны ашық біздің жоғарғы сот төрағасы айтып жүр. Жалпы қоғамда да ол әңгіме бар. Сондықтан да былтырғы жылғы жолдауда, одан кейінгі 19 қарашада өткен үлкен үкіметпен бірлескен үлкен кеңесте де еліміздің тұңғыш президенті біздің сот жүйесінің алдына 3 мәселені мықтап қойды. Оның біріншісі осы азаматтардың қоғамның сотқа сенімін арттыру үшін ең әуелі судьялық кадрлардың сапасын арттыру, кадрлық жаңартуды талап етті. Екінші қойған мәселесі басы артық дауыссыз істер болады. Яғни судьялардың көбісі дауыссыз, шын мәнінде қарап қалсаң дау жоқ ол жерде. Сондай істерге көп жегілеткен, ал күрделі істерге келген кезде күштер жетпей қалады. Яғни мұқият қарамай қалады. Сондықтан дауыссыз істерден арылту деген талап қойды.
елбасы. Үшінші талабы ол басы артық шығын, басы артық бюрократиялық рәсімдерден бірнеше бір іс бойынша бірнеше сот отырысында отырғызып, халықты әуре сарсаңға салмаңдар деген сияқты 3 талап қойды. Енді ең үлкен өзекті мәселе ол судьялық кадр. Сіз білесіз, осы жерде мен Жақып Қажыманұлының бір келтіретін мысалын қайталағым келеді. Мысалы, ол кісі айтады, сіз мысалы үлкен бір денсаулығыңызда бір кінәрат болып, емшінің алдына, дәрігердің алдына келдіңіз. Жаңағы мекеме, медициналық орталық, немесе клиника үлкен заманауи техникамен қамтылған. Операция залдары, құрылғылар бәрі бар. Бірақ егер дәрігер сол құрылғыларды дұрыс қолданылмаса, дұрыс диагноз қоя алмаса, емдеудің жолын білмесе, ол ғимараттан, ол құрал-жабдықтан ешқандай пайда жоқ қой. Дәл сол сияқты біздің сот жүйесінде де, егер біздің сот залдары заманауи келбетке келіп, жаңа технологиялар енгізіліп, жұмыс істеудің жаңа форматтары енгізілгенмен, егер судьяның білімі, білігі, жаңағы сот актісін шығарудағы ішкі өзінің адамгершілік деңгейі сол біз күткен дәрежеге сәйкес келмесе, жарқыраған сот залынан немесе керемет жаңа сервистердің пайдасы шамалы. Сондықтан да біз қазіргі таңда негізгі акцентті, негізгі басымдықты осы судьялар корпусын кәсіби мамандармен толықтыруға үлкен деңгейде мән беріліп отыр. Әрине айтуға оңай, бірақ біздің сот жүйесіне азаматтардың жаңағы мамандардың, құқықтанушылардың, мықты заңгерлердің келгісі келмейтін жайттары болды осы уақытқа дейін. Біз жаңа жақында ғана осы заңды өзгерттік, бірақ оған дейін саралағанымызда көптеген бізде сот жүйесінде бос жұмыс орындары болды. Неліктен деген сұрақ туындайды әрине, өйткені бізде жаңа соттың жүктемесі көп. Мысалы, Қазақстанның ірі қалаларында Алматы, Астана, Нұр-Сұлтан қаласында, Шымкент қалаларында бір судьяның бір айда 300-ге жуық іс пен материал қарайды. Ол дегеніңіз өте ауыр, өте көп. Сондықтан істің саны көп болғаннан кейін әрине сапада кемшіліктер болады. Және екінші мәселе, азаматтардың көбісі көп жағдайда бірінші сот сатысына дайындықты мұқият дайындалмайды. Өкінішке орай көп уақытын жоғалтып алады, жаңағы қажетті дәлелдемелер мен дәйектерін ұсына алмайды, керекті куәгерлер келмей қалады. Сонымен бірінші процестің кезінде істің мән-жайы көбінесе толық қамтылмай, көбінесе көп жағдайда азаматтар мен бір өзім айтатын ойымды айта алмай қалдым деп келесі соттың жаңағыдай сатысына апелляцияға жүгініп жатады. Сол кезде әрине апелляциялық саты оны жақсылап қарау керек. Апелляция негізінде жаңа бірінші сатының жіберген кемшіліктерін жойып, олқылықтардың орнын толтырып, азаматтарға заңды шешімді беру керек. Бірақ өкінішке орай азаматтардың көбісі апелляцияның да шешіміне наразы болып, көңілі толмай жоғарғы сотқа, кассацияға да жүгініп жатады. Енді жоғарғы сотқа жүгінген кезде белгілі бір заңдық шектеулер бар. Өйткені жаңағы азаматтық істер бойынша даулардың сомасына қарай біз қабылдаймыз. 2000 азаматтар, жеке азаматтар үшін 2000 айлық есептік көрсеткішінің деңгейінде болу керек. Ал бизнес өкілдері үшін 30.000 айлық есептік көрсеткіш деңгейінде болу керек сумасы. Яғни ол үлкен сома. Сондай сома деңгейінде сіздің дауыңыз болса ғана жоғарғы сот оны қарайды. Ал егер барлық дауларға ондай бір шектеу қойылмай келе берсе, жоғарғы соттың оған мүмкіндігі жетпейді. Ондай деңгейдегі миллиондаған істерді қарайтын кадрлық құрам жоқ. Жоғарғы сотта бар болғаны 65 судья жұмыс атқарады, төрағамен қосқанда. Сондықтан ойлаңыз, сондықтан біздегі негізгі мемлекеттің қойып отқан талабы да, жоғарғы соттың басшылығының қойып отқан талабы да, әрі кетсе апелляциямен адамдардың дауларына нүкте қойылу керек негізінде. Сондықтан осыған басымдық беру үшін біз судьялыққа ең мықты заңгерлерді, мықты практиктерді, бизнес саласында жүрген, мемлекеттік органда жүрген мықты мамандарды шақырып жатқанбыз. Бірақ олар көбінесе осы уақытқа дейін жүктеменің көптігін ескеріп және жаңағы әлеуметтік қамтылу деңгейінің салыстырмалы түрде төмендігі ескеріп бізге келмей жататын. Біз осы екі мәселені шешудің бағытында биыл елімізде жалпы сот жүйесінде 16 заң жобасы осы былтырдан бері әзірленіп, оның бір 4-еуі күшіне еніп қабылданды, қалған бөліктері парламенттің мәжілісінде, сенатында, мемлекеттік органдармен келісілу сатысында жатыр. Сонда қабылданған заңдардың бір бөлігі жаңағы сізбен біз қозғап отырған осы сот
жүйесінің жүктемесін азайтуға және судьялардың әлеуметтік жағынан қамтылуын деңгейін арттыруға және судьялыққа келетін талаптарды күшейтті. Мысалы, бұрын судьялыққа түсетін адамдардың әрбір 4-ші кандидат судьялыққа өтіп кететін. Ал қазір соңғы кезде әлемдік заманауи HR инструменттерді қолдану арқылы судьялыққа өтудің кезеңдерін күрделендірді. Мықты талаптар қойылды. Ол психологиялық тест, ол білімін тексеру, теориялық және практикалық білімін тексеру, және ситуативті кейстерді шешу. Сонымен қатар құзырлы органдардың тексерісіне өтеді. Осындай бірнеше, және сонымен қатар жоғары сот судьялары мен жоғары сот кеңесінің мамандарынан құралған үлкен практик судьялардың алдында интервьюден өтеді, сұхбаттан. Осындай бірнеше кезеңдерден өту талап оңай емес. Қазір әрбір 25-ші үміткер ғана судьялыққа өтіп жатыр. Яғни ол деген сөз, мынау майдан қыл суырғандай біз өте талапты күшейттік. Өйткені біздің жоғары сот төрағасының айтқаны бар, әркімді бір алып кездейсоқ адамдарды адам тағдырын шешуге қойғаннан гөрі уақытша болса да ол орын бос тұра берсін. Вакансия болсын, оның жаңағы сапасы мамандармен толықтырғанша деген бізде ұстаным болды. Сондықтан әрине белгілі бір деңгейде бізде бұл жағдай жергілікті судьяларға кішкене ауыртпалық түсірді. Өйткені бос орындар көп болды, судьялардың жүктемесі ауыр болды. Жалпы бұл жүктемені, бұл қызметті көтере алмай кетіп қалғандар да болды өзіркмен. Яғни қоғамның талабы артқан сайын, мемлекеттің қойып отырған талабы артқан сайын судьялыққа адамдар бұрынғыдай оңды солды келе бермейді, ойланып келетін болып жатыр. Көрдіңіз бе? Түсінікті. Айдос, енді айтып отырмыз сенім мәселесі деп, бұл тұрғыда енді кезінде демейік, енді осы жалпы қоғамда көп айтылады, мысалы тауық ұрлап түрмеге түсесің, және мынау кісі өліміне себепке беріп отқан кей адамдар құтылып кетіп жататындай, сондай бір резонансты істер болып тұрады. Осындай жаңағыдай жұрттың наразылығын туғызатын, бір халықтың қарсылығына ұшырайтын осындай істерді, мысалы дұрыс қарау, дұрыс талдау және әділ шешімін шығару тұрғысында не істеледі, немесе не істеліп жатыр? Сұрағыңыз өте орында, өте өзекті. Бұл сот практикасы деген ұғым бар бізде. Яғни судьялар қарайтын істер бойынша сот практикасын біркелкілендіру, біріздендіру және судьялардың шығаратын шешімдері, үкімдерінің қоғам үшін айқындылығын. Мысалы, еңбек дауы болсын, банк даулары болсын, әртүрлі авторлық құқық деген сияқты әртүрлі даудың түрімен келген кезде, мысалы заңгерлер, адвокаттар, жалпы тараптар сол соттың қандай шешім шығаратынын былайша айтқанда болжалды болу керек практика. Және қоғам арасы жаңағыдай тауық ұрлаған адам түрмеге отырады да, үлкен жаңағыдай коррупцияға ақша жаңағыдай жымқырғандар немесе басқа да қылмыс істегендер құтылып кетеді деген сияқты қоғамның наразылығы, сенімге селкеу түсіретін сыни пікірі бар. Бірақ бұл жерде мынадай мәселе бар. Заңдағы біз енді білесіз, конституция бойынша судьялар істерді қараған кезде тәуелсіз және ешкімге есеп бермейді. Аудандық, жоғары сот, облыс сотының судьяларының деңгейі негізінде тең. Бізде және судьяларды жоғары сот төрағасы тағайындамайды, елбасының жарлығымен тағайындайды және елбасының жарлығымен босатылады. Демек, жоғары сот төрағасының судьяларға ықпал етуге құзыры жоқ. Мына шешімді былай шығарып, былай шығар демейді. Судьяның әрбір судья нақты бір істі қараған кезде тәуелсіз. Және ол тек қана конституция мен заңға бағынады. Ал конституция мен заңда қандай талаптар тұр, ол соны орындауға мәжбүр. Сіз білесіз, заңдылық деген категория бар және әділдік деген категория бар. Өкінішке орай бұл заңдылық пен әділдік көп жағдайда бірдей емес. Мысалы үшін айтайын сізге, бір азамат бір әкімдік арқылы бір қаңырап бос қалған үйді алу мүмкін. Әкімдік арқылы рұқсат сұрап, соны кіріп, сол үйді жөндеп, бірнеше жыл бойы тұрып, соның коммуналдық шығындарын өтеп тұрып жатқан кезде, сол үйдің бұрынғы иесі келіп даулауы мүмкін. Судья шешім шығарған кезде, кей кезде болған бізде бұрынғы иесіне береді. Заң бойынша, құжат бойынша. Ол заңдылық принципі. Ал әділдік тұрғысынан қарасаңыз, үйді қалпына келтірген, қаңырап қалған үйді, оны реттеген, оның шығындарын жапқан адамға беру керек. Көрдіңіз ба?
бұл жерде мен мысал үшін айтып отырмын, әділдік пен заңдылық көп жағдайда өкінішке орай қабыса бермейді. Ол біздің заңдарымыздың да белгілі бір дәрежеде өзінің бір қаталдығы ма, немесе заң нормалары арасындағы бір қайшылықтардан туындайды. Және сіз айтқан мәселе бар. Көп жағдайда азаматтар мынау енді құқықтық сауаттылық әр адамда бірдей болмайды ғой, өкінішке орай. Мысалы, неге қылмыскерді жаңағыдай үлкен қылмыстар жасаған кезде неге босатып жібереді деп сұрақ қойылады. Біздің қылмыстық кодексте жаңағыдай 55-ші бап бар, онда айтылады, мынау жазаны ауырлататын және жеңілдететін мән-жайлар деген болады. Сол мән-жайларға қарау керек. Мәселен, қылмыс жасаған адам бұрын сотталмаған, оның қарауында әке-шешесі үлкен, егде жастағы, немесе кәмелетке толмаған балалары болса, және ол азаматқа жаңағы қызмет орнынан, басқа әріптестерінен, көршілерінен жақсы мінездеме берілсе, және ол қылмысқа алғаш рет барып тұрған болса, және ол қылмысын мойындап шын өкініп тұрса, бұл жайлар жазаны жеңілдететін мән-жайлар болады. Бұндай жағдайда біздің қылмыстық заң бойынша тағайындалатын ең жоғарғы жазаның жартысына дейін жаза төмендетіледі. Және одан аспайтын мерзімде судья жазаны тағайындайды. Мысалы, жазаның ең жоғарғы мерзімі 5 жыл болса, оның ортасы 2,5 жыл болса, судья 2,5 жылдан аспайтын мерзім тағайындау керек. Заң оны міндеттейді. Мысалы, кешегі сізбен біз куә болған Тальгадағы жабық сот отырысы үлкен қоғамдық соңғы мысал дейсіз ғой. Соңғы мысал. Сол жерде қоғамның пікірі екіге жарылды. Бірақ басым бөлігі сотты айыптады. Қоғамның пікірінше судья екі жолсерікке азаматшаны зорлаған бір жеңілдікпен қарағандай, оны бір жазасын бір босатып жібергендей бір қоғамда үлкен бір шу туындады. Бірақ өкінішке орай жабық сот отырысына қаралғаннан кейін істің бүкіл мән-жайын мен қазір айта алмаймын, оған заң тыйым салады. Бірақ жаңағы заң нормаларының қолданылатын жеріне түсіне қатысым айтайын. Сол жерде енді ол түсіндірді де, негізі біздің судьялар жаңағы істе екі жол серіктің жаңағы біреуінің кәмелетке толмаған балалары бар екендігі, және екеуіне де жұмыс орнынан жаңағыдай жағымды мінездеме берілгені, оң мінездеме, және олардың қылмысқа алғаш рет барып отырғандықтары ескерілді. Оны ескермеуге соттың құқығы жоқ. Егер оны ескермей судья жаңағы халықтың, қоғамның көңіліне қарап 5 жылды, мысалы ең жоғары жаза бізде 5 жыл, және зорлау қылмыстары бізде енді өкінішке орай дейін ба, енді қоғамның айтуына қарағанда орта дәрежелі ауырлығы бойынша орта дәрежелі қылмыс ашады. Ал орта дәрежелі қылмысқа жаңа қылмыстық кодекстің 55-ші бабын қолданып, және ауырлататын, жеңілдететін мән-жайларды қолданып, олардың қараған кезде істі, үкім шығарған кезде судья жаңағы егер жеңілдететін мән-жайлар болса, оны төмендетуге міндетті. Егер төмендетпесе, қайтадан сот үкімі бұзылып, оны жоғары тұрған сот сатысы ол үкімді заңсыз деп тану мүмкін. Түсіндіңіз ба? Яғни бізде эмоция деген бар. Қоғамның эмоциялық күту, қабылдау деген бар. Заңның нормасы деген бар. Заңның нормасына жүгінеді қоғам. Біздің судьялар қоғамның көңіл-күйіне жүгінбейді. Және Фейсбукта, әлеуметтік желіде жазылған пікірлерге қарамайды судьялар. Қарауға міндетті және қарамауы тиіс. Егер ол қоғамның пікірін оқып, әлеуметтік желідегі әртүрлі алып қашпа әңгімелерге сүйеніп кетсе, заң жайына қалып қояды. Сондықтан біз сондай жағдайлар болады. Және де бізде қылмыстық жазаны ізгілендіру деген саясат, ол да елбасының талабы болды, және әлемдегі үлкен бір тренд болды. Сіз білетін шығарсыз, 90-шы жылдардың басында біз Қазақстан жалпы жазаны қатаң қолданатын елдердің рейтингісінде 3-ші орында тұрдық. Ол өте енді масқара жағдай болатын. Біздің еліміздің саны аз, бірақ біз түрме халқының саны бойынша 3-ші орында тұрдық. Ұмытпасам, сол алғашқы үштікте Қытай, Ресей, Қазақстан тұрдық. Енді салыстырмалы түрде Ресей мен Қытайдың халқын алың, біздің халқымызды алыңыз. Біз ол кезде 18 миллионға енді толып жатқан халықпыз. Біздің жағдайымызда түрмеге халықты тоғыта беру тұрмайды. Әрине, жазаның, қылмыстың арты жаза болу керек. Бірақ жазаның өзі ақылға қонымды болу керек. Сондықтан экономикалық қылмыстар бойынша ізгілендіру саясаты
жүргізілсін деген талап болды. Соған сәйкес біздің заң шығарушы орган кейбір экономикалық қылмыстар бойынша егер мысалы шенеуніктер, жалпы азамат бірінші рет салықтан жалтару, немесе жалған кәсіпкерлікпен айналысу, немесе өзінің жүргізген бизнесін есептерін дер кезінде өткізбеу сияқты, немесе серіктестерінің сеніміне селкеу түсіру, басқа да мысалы жемқорлыққа қатысты кейбір өзінің алған мемлекетке келтірген шығынын өзінің орнын толтырса, онда азаматты қылмыстық жазадан босату деген сияқты талаптар енгізілді. Ол мәселе үлкен қоғамда талқылау болды. Парламент депутаттары ол мәселеде құптады. Сөйтіп бізде заңда қазір мысалы Суханбердиеваның шешімі, мысалы қоғамда тағы да резонанс болды. Бұрынғы вице-министр неге оны шартты мерзімге жіберді, неге оны соттамады деген сияқты. Өйткені заң солай. Судья заңның құлы. Егер заңды орындамаса, эмоция мен қоғамның талабын орындаса, ол жерде ұзақ істей алмайды жұмыс. Сондықтан қоғам бұны түсінуіміз керек. Ол біліп тұру мүмкін іштей, мына азаматқа мүмкін қоғам айтқандай 5 жыл, 10 жыл беру керек шығар деген ойда болуы мүмкін, бірақ ол заңнан аса алмайды. Мысалы, бізде қазір шын өкіну деген бар. Егер азаматша бір қылмыстық құқық бұзушылыққа барып, жасаған іс-әрекетіне шын өкініп, тергеу органдарына, прокуратураға көмектесіп, сол қылмыстың ашылуына бар күшін салса, және қылмыс бойынша келтірілген шығынның орнын толтырып жатса, заңға сәйкес ол азаматты қылмыстық жазадан, яғни бас бостандығынан айыру жазасынан босатады. Бірақ баламалы жаза беріледі. Яғни осындай жаңағы Айдос мырза, жаңағыдай резонансты бір дау тудыратын істердің кезінде кінәні судьяларға арта бермеу керек. Заңға бір үңілу керек дейсіз. Заңға үңілу. Өйткені заң біздің бағдаршам. Мысалы, біз осындай пікірталас болған кезде мен Франциядан келген судьялармен бір тренингте болдым. Сонда оларға біздің журналистер сұрақ қойды. Сіздің елде осындай жағдай болса, сіздер осындай халық қоғам күткеннен гөрі 5 жыл емес 2 жыл немесе босатып жіберсеңіздер, соға сіздерді айыптап жатса не дейсіз деген кезде, біз барлық сұрақты парламентке қойыңыздар деп сілтейміз. Мен де соны, парламентке қойыңыз, заң шығарушы органға қойыңыз сұрақты, бізге емес деп сілтейміз. Біздің қоғам оны түсінеді деді. Америка, Еуропадағы дамыған елдерде жалпы құқықтық мәдениет деңгейі бізге қарағанда жоғары ғой. Біз енді сол елдерге талпынып отырмыз ғой, 30 дамыған елдің. Ол елдерде бұндай сұрақтар туындамайды. Ол елде бірінші халық қылмыстық кодексті ашып қарайды, әрекетке қандай жаза тағайындалатынын біледі, және соған сәйкес қоғам талапты қойған кезде де ақылға сай қояды. Эмоциямен біз кетпейді. Бізде өкінішке орай әлеуметтік желі бір жағынан демократияландырудың құралы ғой, ол өте жақсы. Қоғамда плюрализмді дамытып жатыр. Мен жалпы әлеуметтік желі дамығанын қалаймын. Бірақ әлеуметтік желіде өкінішке орай қаңқу сөз, өтірік әңгіме, алып қашпа дүниелер, негізсіз айыптаулар, сосын әйтеуір әртүрлі істерді келсін келмесін ұйқастырып, салыстырмалы мысал келтіре салып, қоғамның ойын басқа арнаға бұру, билікке қарсы қою сияқты сондай бір үрдіс белең алып баратыр. Билікке талап қойған дұрыс. Біз өйткені Конституцияда халық биліктің қайнар бастауы. Бірақ талаптың өзі заңмен болу керек. Біз сол заңдарды қабылдаған кезде кімге біз сенім артық? Біз депутаттар халықтың қалаулылары. Біз соларға өкілеттік бердік. Яғни біз билікті қалай жүзеге асырамыз? Біз мәслихат арқылы парламент мәжіліс депутаттарына біз билікті бердік қой. Олар халықтың атынан заңды шығарды ғой. Енді сол заңды судья орындауға міндетті ме? Міндетті. Енді орындап жатса неге біз оған талап қоямыз? Неге дұрыс? Енді неге дұрыс орындайсың деп талап қойғанда қызық қой. Енді ол орындап тұр ғой. Ал заң егер 2,5 жыл берсе, судья 5 жыл бере алмайды. Мысалы, әркім өз судьяның орнына өзін қойып көру керек. Мысалы, мен өзім судьяның орнына қойып көрсем, өте қиналар едім. Әрине қоғамның бәрімізде сенімнен шыққымыз келеді. Бірақ қоғамның 100% сенімнен шығу емес. Жалпы сенім деген мәселе өте шартты дүние. Мысалы, бір адамға сол адамды ақтаған ұнайды. Бір қылмыскерді. Бір адамға оны соттаған ұнайды. Көрдіңіз ба? Қоғам екі түрлі. Мысалы, кей кезде бір қылмыскерді босатсақ жатсақ, қоғамның бір бөлігі өте дұрыс істеді деп жатады.
Ал кейбір бөлігі айтады, жоқ, дұрыс емес дейді. Көрдіңіз ба? Әр уақытта 100% сенімнен шығу мүмкін емес. Жалпы дамыған елдердің өкілдері бізге сарапшылар келген кезде сұрадық. Сіздерде қалай жалпы қоғамның сотқа сенімі қалай? Сіздерде барлығы 100% ба енді? Жоқ. Олар күлді, 100% болуы мүмкін емес еді. Сіздің бес саусағыңыз бірдей емес қой деді. Қоғам да солай деді. Қоғамның талабы да солай деді. Сондықтан олар 55-60% төңірегінде. Ал бізде осыдан 2015 жылы біз Біріккен ұлттар ұйымының мамандарымен бірлесіп тәуелсіз сарапшылар тартып, жалпы сотқа қатысушылардың арасында сондай сауалнама жүргізген кезде біздегі судьяларға деген, сотқа деген сенім 60-71%-дің батыстан озып тұрмыз озып кеткен кездер болды. Сондықтан біз білмей жатып айта береміз әңгімені. Және соттағы жайлылық деңгейі деген бар. Алматы, Астана сияқты бизнес дамыған ірі қалаларда бизнес өкілдерінің арасында сотқа сенім бойынша жүргізген кезде біздің елдегі сот процесінің жылдам қаралуы, сотқа арыз шағымды электронды түрде беру, сот процесіне қашықтықтан қатысу сияқты жасалған жағдайдың және сот шешімінің тез азаматтың электронды сервистегі өзінің жеке кабинетіне көрініп тұруы, бұрынғыдай сот залдарына аяқпен жүріп бармайсыз, қазір үйіңізде кеңседе отырып мобильді телефон арқылы бейне байланыспен қатысу сияқты бизнесмендерге мысалы жұмыс істейтін іскер адамдарға өте қолайлы жағдай жасалған. Соның нәтижесінде біздің еліміз, сіз сенсеңіз, Doing Business деген бір не бар, әлемдік рейтингте біз 4-ші орын алып отырмыз. Былай қарасаңыз, үлкен жетістік ол. Әрине, соттың үкіміне сенім, жаңағы сот шешіміне қатысты әлі де даулар бар, наразылық бар, оны біз жоққа шығармаймыз. Бірақ сервис, жылдамдық, азаматтың уақытын үнемдеу, қаржысын үнемдеу, оның бизнесіне кедергі келтірмей, оған қолайлы жағдай тудыру жағынан біз әлем елдерінің біразын басып отырғанымызды біз екпін түсіріп айта аламыз. Айдос мырза, түсінікті. Енді жаңағы осы айтылған мәселелердің түйінін шығарар болсақ, сотқа кінә арта бермей, мынау заңды жөндеу тұрғысынан, заңды қатаңдату тұрғысынан талап қою керек дейсіз ғой. Екі сөзіңіз аузыңызда. Мысалы, соңғы туындаған оқиға қазір өкінішке орай педофилияда жаңағы әйелдерге қатысты жыныстық зорлық, зомбылық фактілер көбейіп кетті ғой, өкінішке орай. Оны әрине криминалистер, психологтар оның бір басқа себептерін айта жатар. Әрине қоғамдағы жағдайдың, әлеуметтік жағдайдың күрделенуі, жалпы әлемдегі қаржы дағдарысы біздің елімізге де өзінің кері ықпалын тигізбей қойған жоқ. Жалпы азаматтардың, сонымен қатар интернеттің де әсері бар. Азаматтардың да, жас балалардың, кәмелетке толмаған балалардың да осындай қылмыстарға баруы батыстың арзан қол мәдениетінің де ықпалына деп ойлаймын. Біз өкінішке орай қазір қолымыздағы смартфонымызды, интернетімізді балаға беріп қойдық қой. Бала одан қандай тәрбие алып жатыр? Сондай өте арсыз қылмыстарға жас балалардың баруы мені өте қынжылтады. Өйткені мен де өзім 3 баланың әкесімін. Болашақ осы қоғамның өкілдерін тәрбиелеп отырған адам ретінде біз қайда баратырмыз деген сұрақ туындатады. Және сол кезде қазір енді осы жыныстық қылмыстарға қатысты жазаны күшейтуді қоғам талап етіп отыр. Енді ол талапқа мен де қосыламын. Қазір кезде біз осы бағытта жоғарғы сот құзырлы органдарға, парламентке, бас прокуратураның жанындағы үлкен ведомстволық жұмыс тобына өзінің ұсыныстарын, заңды қатайту тұрғысынан ұсыныстарын енгізіп жатыр. Енді оны әрқарта заң шығарушы органның құзырында мамандар тексереді, қарайды. Бірақ мен айтайын дегенім, заңды қатайта берген 100% тығырықтан шығатын жол емес. Біз тәрбие жұмыстарын қолға алуымыз керек. Жалпы қоғамда тәрбие өкінішке орай ақсап кетті. Қазір азаматтардың көбісі тұрмыс тіршіліктің қамын күйттеп, тәрбие мәселесінде, ұрпақ тәрбиесінде біз бұрынғыдай мән бермей жатырмыз. Және кітап оқымайтын буын өсіп келе жатыр. Жастар арасында әртүрлі діни ағымдарға ілесіп кету сияқты мәселелер бар. Осындай мәселелердің барлығы айналып келгенде сот процесіне даулы істердің туындап көптеп келуіне түрткі болуда. Былтырғы жылы соттарда 2,5 миллион іс қаралса, 2017 жылы 2,5 миллион іс қаралса, 2018 жылы ол істердің саны 4 миллион болды. Биылғы жылы 8 миллионға жуық
іс пен материал сотқа түседі деп күтіліп жатыр. Бірақ жаңа біз қолданған шаралардың нәтижесінде жаңа кейбір істерді, мысалы сіз естіген шығарсыз, нотариусқа бердік, соттардың кейбір бөлген нотариусқа, кейбір істерді татуласу, медиация жолымен шешеміз деп жатырмыз ғой. Сондай мәселелердің, сондай қабылданған шаралардың арқасында соттың жүктемесі де азайып, судьялар неғұрлым күрделі істерді қарауға бейімделеді деп біз күтіп жатырмыз. Және екінші мәселе, жаңағы заңды күшейту тұрғысынан алғанда, әрине заңды күшейткен дұрыс кейбір нормаларда, бірақ қатайтып жүрмеуіміз керек. Өйткені түрме халқының санын көбейте беруде тиімді емес. Өйткені түрменің өзі сізбен біздің қалтамыздан шығатын салығымыздың есебінен күн өтеді. Және түрмеге түскен адам барлығы түзеліп келеді дегенде ол жалған пікір. Өкінішке орай түрмеге түсіп келіп те қайтадан қылмыс жасайтындар бар. Оның да статистикасын қарап отырсақ, ауыр қылмыс жасап жатқандардың басым бөлігі түрмеден шыққан адамдар екен. Сондықтан әр шешімді қабылдаған кезде біз баланс, теңгеріміз деуіміз керек. Қай жағын қалай қабылдауымыз керек. Әрине, қоғамның сенімінен шығу үшін қоғамның басым бөлігі ұсынып отырған талаптарды орындаған келеді. Бірақ қоғамның барлығы бірдей заңгер емес, қоғамның барлығы бірдей криминалист емес, қоғамның барлығы бірдей қылмыскердің психологиясын біле бермейді. Кейбір істерде біздің берген ізгілендіру саясатымыз өзінің жақсы нәтижесін беріп отыр. Мысалы, ақтау үкімдерінің саны артты. Бұрын бізді судьялар кінәлайтын. Прокуратураның, немесе полицияның нотариусы деп. Олар қандай айып тағылса, соны жаңағыдай бекітіп береді. Бірақ қазіргі таңда олай емес. Қазір бізде бағыт өзгерді. Судьялар істі қарайды. Қылмыстық іс бойынша егер прокуратура сіздің үстіңізден мыңдаған айып таға берсін, бірақ оны дәлелдемесе, кешіріңіз, судья азаматты босату керек. Бізде кінәсіздік презумпциясы деген ол бар заңда. Егер таққан кінә, айып дәлелденбесе, азамат босатуымыз керек. Соңғы болған, Тальгода болған жағдайда солай. Прокуратура ол жерде жаңағы қылмыскерлерге, мысалы қылмыскер деп айта алмаймыз енді, сотталушыларға 6 жыл, 5 жылдан көп жаза сұрады, бірақ судья оны 2,5 жыл деп тағайындады. Неге? Өйткені тағылған айыпты дәлелдейтін дәйектер жоқ. Мысалы, сол жерде жаңағы жолсеріктер мас болды, немесе олар қылмысты бірігіп барды, бірлесіп, топтасып барды деген сияқты тағылды ғой айып. Бірақ оны дәлелдейтін бейне жазбалар, немесе бір куәгерлер жоқ. Ондай жағдайда судья жалаң айыптауды басшылыққа ала алмайды. Судья азамат босату керек. Болған оқиға өте бәріміздің де санамызда бір ашу ызамыз тудырады. Неге біз қоғамдық көлікте сондай үлкен Тальгода жүрдек пойызда сондай біз қорлыққа біздің азаматшыларымыз ұшырауы мүмкін. Бірақ қылмыстың барысын кім? Сізбен біз саралаған жоқпыз ғой. Біз ол жерде болған жоқпыз ғой. Қылмыс қалай орын алды? Жәбірленуші өзін қалай ол жерде ұстады? Біз білмейміз ғой мән-жайды. Білмей жатып шешім шығару оңай. Ал істі қараған судьяға қандай моральдық қысымда болады? Қоғамның қысымы өте қазір зор. Әлеуметтік желілердің шуы. Бірақ бізде заңда мындай мәселе бар. Сот ісіне заңсыз араласуға, оған ақпараттық қысым көрсетуге болмайды. Судья істі қараған кезде істің мән-жайларымен, берілген дәлелдемелермен, тергеу материалдарымен және өзінің ішкі наным-сенімін бәрін қоса отырып, заңның шеңберінде ғана қарайды. Заңның талаптары, істің мән-жайы және берілген дәлелдемелердің мөлшері жаңағыда 2,5 жылға келіп тұрса, ол судья одан аса алмайды. Аса алмаған үшін қоғамның сенімін алмай жатамыз. Көрдіңіз бе? Қоғамның сенімін алу дегеннің бастаған сұрағыңыз өте күрделі, ол тек қана судьяның қолында емес екенін мен сізге түсіндіре алдым деп ойлаймын, және көрермендер оны түсінді деп ойлаймын. Өйткені біз өзімізді сол судьяның орнына қоймайынша біле алмаймыз. Қазақта мақал бар: батырды 100 әйелдің бірі туады, биді 1000 әйелдің бірі туады дейді. Билік айту оңай, біліп айту қиын дейді. Билікті отырып айта береміз бе біз? Біліп айтып тұрмыз ба біз? Оны түсініп айтып тұрмыз ба? Ол енді
өте жаңағыдай бас ашық мәселе дейсіз ғой. Түсінікті. Айдос, енді жаңа сіз шет жағасын айтып кеттіңіз. Біз елімізде мынау қылмыстық заңнаманы ізгілендіру мәселесіне ден қойдық. Бұл тұрғыда енді жаңағы кейбір қылмыстың санаттары мысалы жеңілдетті, қылмыстан әкімшілік санатқа ауыстырылды деген сияқты. Осы шешім өзін-өзі қаншалықты ақтады? Өте орынды әрі қиын сұрақ. Бір жақты 100% ақтап отыр деп әрине айта алмаймын. Кешіресіз, мәселен, біздің даңқты спортшымыз Денис Тен, сол кісінің мысалы былайша айтқанда жаңағы өліміне кінәлі қылмыскерлер жаңағыдай жауапқа тартылып босап шыққан азаматтар, бұрын босап шыққан. Міне, мәселе осыдан ғой. Дұрыс айтасыз. Біздің сіз маған осы сұрақ қою арқылы бір мысалды есіме келтіріп отырсыз. Біз жиі талқылайтын мысал бар, кейс Үсенов деген. Есіңізде ма бір Үсенов деген кішкене ауқатты жуық арада ел ұмыта қоймас. Сол кезде мәселен қоғам дүр сілкіндірді, ол азамат бірнеше адамды қағып кетіп өлім жағдайына апарып, бірақ сол адам жазадан құтылып кетті. Ол кездегі қылмыстық кодекс соған мүмкіндік берді. Яғни ол кезде қылмыстық кодексте мынадай норма болатын. Егер адам өліміне апарса да, егер сол кінәлі адам тараптармен келісіп татуласса, олардың бір сұраған материалдық шығынының орнын жапса, материалдық моральдық шығынын өтесе, татуласа тараптар, заң оларды қылмыстық жазадан босатты. Ал судья заңның орындаушысы. Сондықтан бізде көптеген сұрақтар туындады. Кейбір қылмыстық санаттағы әрекеттерді әкімшілік санатқа ауыстырып, теріс қылық деген ұғым пайда болды. Орысшасы уголовный проступок дейді. Яғни теріс қылық. Қылмыс емес. Қылмыс емес. Қылмыс пен әкімшілік құқық бұзушылықтың ортасындағы бір дүние. Осылай ауыстырғанымыз салдарынан, ол кезде татуластыру көзделгендіктен көптеген қылмыскерлер жазадан босатылып кетіп, өкінішке орай айтқанымдай алдынан жаңағыдай қайтадан қылмысқа қайта барған кездер болған. Енді қазірде мамандардың, сарапшылардың, заңгерлердің бір бөлігі біз шектен тыс ізгілендіріп жүрген жоқпыз ба? Қылмыскерлерді жазадан босатудың арты неге әкеліп соқтырады деген сияқты ойлар айтылып жатыр. Әрине, жалпы ізгілендіру жағымды құбылыс, бірақ ізгілендірудің өзін мөлшері болу керек. Сіз айтып тұрғаныңыз өте дұрыс. Қазіргі таңда кейбір заңның нормаларын қайтадан қарап жатыр. Жалпы біз экономикалық қылмыстарға және қылмысқа алғаш рет барғандарға жаңағыдай белгілі бір дәрежеде бізде заңда жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ біздің соңғы енгізген өзгерістер бойынша біз жаңа айттым ғой, ұсыныстар бердік. Ол ұсыныстарды біз мынау жыныстық зорлық, зомбылық фактілерін алғаш рет жасаған адамдардың өзіне ешқандай жеңілдік қарастырылмасын. Оларға да ауыр жаза қолдансын. Тіпті татуластыру фактісінің өзі ескерілмесін деген сияқты біз ұсыныс беріп жатырмыз. Өйткені ол қоғамның талабы. Қазір кейбір әлеуметтік желіні оқысаң, ата-аналар айтады, біз қазір баламызды көшеге жіберуде қорқып қалдық. Мысалы, пойызбен жүруде қорқып қалдық деген сияқты мәселелер. Әрине психологиялық қорқыныш болады. Осындай жағдай дүрбелең болмас үшін жалпы жазаның қылмыстың сипатына қарай жазаның мөлшері лайықты болсын деген деңгеймен біз осындай ұсыныс беріп отырмыз. Ал жаңағы мен ойлаймын, кейбір ізгілендіруге іліккен кейбір санаттағы жазалар өзін ақтады. Мысалы, татуластыру деңгейі. Мысалы, егер адам өлімі болмаса, орта дәрежедегі жеңіл жарақат алып, егер азамат өзін жаңағы сол қылмыс жасаған адам сол сәтте мысалы алғашқы көмек көрсетіп, жәбірленушіге бүкіл шығындарын өтеп, абайсызда орын алғанын айтып, қылмысты мойындап, өзі барып тұрса, неге оны біз бәрін түрмеге тоғытуымыз керек? Егер жаңағы жәбірленуші оны кешіріп тұрса, көрдіңіз ба? Бұл жерде ол жағы да бар, біз қарауымыз керек. Егер азаматтың тарапынан кешірім беріп тұрса, біз неге ол кешірімді қабылдамаспыз? Қазақта сөз бар, алдыңа келсе атаңның да құнын кеш деген. Біз татуластыру деген механизмді қазір көбірек қолдануға мүдделіміз. Өйткені Батыс Еуропада, Сингапурда, Кореяда дамыған ақш мемлекетінде істердің 80-90%-ға жуығы татуласу арқылы шешіліп жатыр. Біз сондықтан да осы бағытта қазір республика көлемінде татуласу орталықтарын аштық.
қазір республиканың барлық өңірінде дерлік 50-ге жуық татуласу орталығы жұмыс істеп жатыр. Билер кеңесі дегенді құрдық. Баяғы қазақтың билер сотының негізінде билер кеңесін құрып отырмыз. Татуластырушы судьялар деген фигураны қызметтің түріне енгіздік. Мұндағы мақсатымыз азаматтарды мысалы дауласқанның соңы жақсылыққа апара бермейді ғой. Дауласу адамдардың арасындағы бір адами қарым-қатынас бұзады. Сіздің іскерлік, туыстық байланысыңыз. Кей жағдайда біз көреміз, мүліктік, мұра бойынша ата-анасының арасында даулар болады. Ата-ана мен баланың арасында, ағайындылардың арасында дау шығады. Қазақ бұрын соңды болмаған қылмыс жаңағыдай бір-бірін сотқа сүйреу фактілері қазір болып жатыр. Бұл жақсылыққа апармайды біздің қазақылығымызға, біздің ағайындершілігімізге сын. Сондықтан да біз қазіргі таңдағы негізгі тренд, негізгі үрдіс осы татуластыру институтын барынша дамыту. Бірақ ауыр қылмыстарға бұл жүрмейді. Орташа және одан ауыр қылмыстарда татуластыру рәсімдері қолданылмайды. Оны қоғам дұрыс түсіну керек. Татуласу деп барлық қылмыскерді маңдайынан сипап біз шығарып жатқан жоқпыз. Оның өзінің бір категориялары бар. Келетін жерлерінде ғана біз қолданып жатырмыз. Және соны қолдануға мүдделіміз. Жаңа айттым ғой, егер оны қолданбасақ, 8 миллионға жуық іс пен материал қарау, олай іс көбейе берсе, одан жақсылық апармайды. Ол тіпті бір күні коллапсқа ұшуы мүмкін. Соттар өз жұмысын тоқтатуы мүмкін. Айдос мырза, енді татуластыруға мүдделіміз. 8 миллион деген шынымен бір халқымыздың саны бір елдің халқынан, бір тарапта бір істе екі тарап болса көбейте береміз. Енді осын өздеріңіз зерделіп, зерттеп көрдіңіздер ме? Байыбына барып қарар болсақ, не себепті адамдар сотқа жүгінуге әуес? Енді біз оның байыбын әрине зерттейді. Бізде судьялар, бізде сот практикасын талдау деген арнайы мамандар отыр, ол жерде судьялар отыр, қарайды, арнайы нормативтік қаулылар шығарады. Неге олай болып жатыр? Заңның қаталдығы ма, азамат қоғамдағы кикілжіңдердің туындап кетуіне не? Мысалы, әлеуметтік фактор деп айтар едім бір жағынан. Қазір өкінішке орай әлі де болса қоғамда әлеуметтік жағдай 100% шешілген жоқ. Оны елбасының өзі айтып отыр. Азаматтардың тұрғын үймен қамтамасыз етілу деңгейі әлі 100% шешілген жоқ мәселе. Жұмыспен қамту мәселесінде де әлі бізде шешімін табатын күрделі мәселелер бар. Жұмыспен қамту, тұрғын үй, жаңағы кей адамдардың ішкілікке салынуы, жаңағы көп жағдайда отбасының шырқының бұзылуына алып келеді. Көп жағдай отбасының тыныштығына байланысты. Біз отбасындағы отбасылық құндылықтарды сәл құлдыратып алдық. Осы тәуелсіздік жылдарында қалыптасу қиын жылдары біз отбасыға көп көңіл бөлдік. Соның салдарынан қазір бізде даулар туындап жатыр. Сосын естіген шығарсыз, атаулы әлеуметтік көмек беру деген мәселе қозғалды ғой. Өкінішке орай бұл 21 мың теңге әр балаға беріледі дегенді естіп алып, кей жағдайда фиктивный дейді ғой, өздері сотқа келіп жалған некені бұзған адамдар да болды. Бұзуға тырысқан. Бұл жақсылыққа апарар ма? Апармайды. Біз судьялар ондай кезде халықты қайтадан ақылға шақырып, сіз бұндайға апармаңыз. Жалпы некені адал ант су ішіп қабылдаған некені сіз бір болмашы ақша үшін бөліп, одан ол бір күні сәнге айналып кетеді ғой. Сондықтан біз судьялар қазір тек қана заңды орындаушы орган емес, судьялар қазір қоғамды тәрбиелеуші, азаматтарды жақсылыққа үндеуші, қоғамның тұрақтылығын қалпына келтіруші миссияны да атқарып отырғандығын айтып өткім келеді. Және біздің талдауымыздың қорытындысы бойынша көп кикілжің, үш мәселе айтар едім. Біріншісі тәрбиедегі ақсау, екіншісі біздің құқықтық қаржылық сауатсыздығымыздың әлі де болса жоғарылығы, үшінші мәселе біздің халқымыздың әлі сенгіштігі, аңқаулығы, бір қалай айтса болады, кеңпейілділігі өзіне кей кезде ауыр соққы. Мысалы, алаяқтық қылмыстар көбейіп кетті. Сенімге алаяқтық қылмыстар ол адамның сеніміне кіріп алдау. Мысалы, сізге бір досыңыз, немесе әріптесіңіз, бір жақын серіктесіңіз келіп, сіздің атыңыздан несие рәсімдегісі келуі мүмкін. Өзінің бір соны тез арада ақша керектігін, сізге бір жағдайда ақша түскен ақшаны сізге салып беретін уәде беруі мүмкін. Сіз соған сеніп, ауызша сенімге сеніп, сіз соған банктен қомақты қаржыны алып беріп, опық жатқан да бар. Сондықтан барлық құжат түрінде,
барлығы дәлел дәйек түрінде болуға қазір үндейміз. Баяғыдай арқаны кеңге салып жүретін заман өкінішке орай кетті. Өйткені адамдардың көбісі өзі сенімнен айырылып қалып жатыр. Сондықтан осындай мәселелер әрине сот дауларына, және де тағы бір мәселе бар. Бізде Жақып Қажыманұлының келтіретін мысалы бар. Бізде мынау сотқа сіз баж салып тұрсыз ғой, сотқа жүгінген кезде. Соның мөлшері өте төмен екен. Мысалы, сіз неке... Яғни сотқа арыздану қолжетімді былайша? Қолжетімді, өте қолжетімді. Мысалы, мен ұмытып қалдым, Жақып Қажыманұлының мысалы бар. Мысалы, Ресейді салыстырады, Украина салыстырады. Бізде өте төмен екен. Бізде мысалы, ажырасқан келген адам 715 па 800 теңгенің көлемінде баж салығын төлеп ажыраса береді. Ол өте аз. Бізде қазір өкінішке орай үйленген жастардың 50-60%-ға жуығы көп ұзамай ажырасып тынып жатыр. Ол жақсы құбылыс емес. Ал ажырасқан семьядан жетім балалар қалады. Ал жетім бала ол тәрбиесіз өседі. Тәрбиесіз өскен бала болашақ қылмысқа бармасына кім кепіл? Сондықтан баяғы заманда бізде жетімін қаңғыртпаған, жесірін жылатпаған халық едік қой. Әмеңгерлік деген болды қоғамда. Сондай қоғамдық дәстүрлі институттарды жаңартуымыз керек. 100% жаңағы өткенге оралайық деп отқан жоқпын. Дәстүрдің озығы да тозығы да бар. Бірақ рухани жаңғыру дедік қой, біз жаңғыруымыз керек. Яғни баяғы ата-бабамыз қолданған мынау жеңгелер институты, ақсақалдар институты, тентектерді ортаға салып, тәрбиеге салатын сондай институттарымыз өте жоғалтып алдық. Қазір балапан басына, тұрымтай тұсына әркім өз-өзімен, ата-анасымен баласы, ағасы мен інісі бір-бірін іздемейтін жағдайға кетіп қалдық, өкінішке орай. Батысқа еліктейміз деп. Осының соңы мүліктік, мұра, жер, бір жаңағы бір өзінің моральдық бір дауларға алып, сондай әртүрлі дауларға апарып жатыр. Сондықтан да біз бұл жерде осы даукестіктен арыламыз десек, біз түбірімізге, салтымызға, тілімізге мен оралуға үндірдім. Біздің тіліміз өте бай, біздің дәстүріміз бай. Біздің дәстүрімізде, мақал-мәтелдерімізде тәрбиелік өте мән жатыр. Мысалы, бөтеннің ала жібін аттама, үлкенге қарсы сөйлеме. Мысалда, әке тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Алдаған есе атаңның құнын кеш. Байша біздің қазақ халқының баяғы ар намыс кодексі болған ғой. Сол кодекстерді жаңғыртсақ, сондай моральдық қағидаттар қайттан біздің өмірімізге дендеп келсе, қоғамның даукестігі азайып, сотқа жүгіну де азаяр деп ойлаймын. Айдос мырза, енді бұл бағыттағы жұмыстарыңыз жаңа айтып өттіңіз, мынау билер соты, ақсақалдар соты деген секілді өз жемісін алдағы уақытта бере жатар. Енді менің тағы бір сұрағым келіп отқан мәселе, ол да өзекті мәселе, сыбайлас жемқорлық. Осы ретте мынау сот жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық мәселесіне қаншалықты мән беріліп отыр, және өз іштеріңізде мынау былайша айтқанда бір қарын майды шірітетін, бір құмалақтан арылту жұмысы қаншалықты жүріп жатыр? Өте өзекті, жалпы сыбайлас жемқорлық қоғамның үлкен ауыр дерті. Біздің Қазақстан қоғамының ауыр дертіне айналғанын біз енді ашық мойындауымыз керек. Оны елбасы да, парламент депутаттары да, жалпы кез келген адам айтып жатыр. Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не, және олмен күресу үшін тек қана билік органдарына қарап отыру жеткілікті ме? Жеткілікті емес. Біз барлығымыз өзіміз күресуіміз керек. Мамандардың зерттеуі бар екен, мынау тұрмыстық деңгейдегі жемқорлық, мынау мемлекеттік деңгейдегі жемқорлыққа қарағанда қауіпті екен. Мысалы, күнделікті біз автобуста, мысалы, билет төлемей, билет алмай, дүкенге барған кезде чекті алмасақ, немесе белгілі бір, мысалы, ауруханаға барған кезде халыққа сондарға барған кезде, мысалы, қызмет көрсету барысында болмашы кезектен құтылып кету үшін де біз кей кезде әртүрлі жолдарын адамдар іздейді. Осындай тұрмыстық деңгейдегі жемқорлықтың өзі үлкен мемлекеттік деңгейдегі, ұлттық деңгейдегі жемқорлыққа алып келетін бірден бір фактор екен. Әрине қазақта мақал бар: ет сасса тұз себесің, тұз сасса не себесің. Енді ақ пен қараны ажыратып беруге тиіс.
иә, қара қылды қақ жаруға тиіс, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейтін судьялар егер ондай жағдайға барса, әрине өте өкінішті. Жалпы құзырлы органдардың өкілдері, тек судья емес, прокурор болсын, нотариус болсын, адвокат болсын, министрлер болсын, әкімдер болсын, олардың ұсталып жатса, әрине қоғамның үлкен бір сенімнен шығып қалады. Біздің сот жүйесінде бұған өте бітіспес күрес жүріп жатыр. Амарасыз күрес. Біздің сіз әлеуметтік желіден көрсеңіз, біздің онлайн трансляцияларда Жақып Қажымалы үлкен жиындарда ашық ескертті. Бұндай адамдар біздің қатарымызда болмауға тиіс. Егер болып жатса, біз құзырлы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның сигналын күтіп отпай-ақ, біз өз ішімізде олар адамдарды ұстап қылмыс жазаға тартамыз деп айтқан болатын. Шын мәнісінде біздің өзімізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу деген ішкі қауіпсіздік бөлімі бар. Ол бөлімдегі отырған мамандарда бұның алдын алу бағытында үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазір соңғы кездері бұндай фактілер енді бұрынға қарағанда азайды, бірақ дегенмен ішінара болып тұрады. Көп емес, жылына бір 7-8-10 шақты фактілер болады. Бір ол фактілер әрине қоғам үлкен әлеуметтік желіге қазір қосылғаннан кейін, дағы бір айтып қарағаннан кейін күнделікті болып жатқан сатып көреді. Бірақ енді өкінішке сол жаңағы бір қарын май жыртқан құмалақтарын арылту жұмыстары жүріп жатыр. Олармен бітіспес күрес бар. Олардың үстінен қылмыстық іс қозғалады. Ол үлкен жаңағыдай заңда қандай талап қойылады, сол талаппен ол жауап береді. Бізде білесіз, заң алдында бәрі тең, судья да, хан да, қара да тең. Сондықтан ол адамдарды біз аяп отқан жоқпыз. Жалпы және де осы сыбайлас жемқорлық фактілеріне табиғатында бейімділігі бар адамдарды анықтау мақсатында жаңағы біз судьяларға кандидаттар іріктеу кезінде арнайы тетіктер, механизмдер қосылған. Мысалы, психотест беріледі, сол тестте әртүрлі ситуациялар береді. Сонда сол істі қарау кезде сіз осылай қалай етер едіңіз сияқты адамның жаңағы сондайға бейімділігін анықтайды. Егер бейімділігі анықтаса, және анау жалған детектор бар ғой, детекторден өткізеді, сондай және құзырлы органдардың тексеріс өткізеді. Яғни кешенді түрде тексеріп, барынша ондайға бейімі жоқ адал адамдарды алып жатыр. Бұрынғы жүйеде мүмкін кемшіліктер болған шығар, кетіп қалған шығар. Енді өкінішке орай қоғам болған жерде болады. Енді олардың көбісі тазартып, қазір ымырасыз күрес жүріп жатыр. Айдос мырза, және соңғы сауалымыз, сіздердің төрағаларыңыз ұдайы көтеріп жүретін мәселелердің бірі, ол мынау сот актілерінің қарапайым азаматтарға түсініксіздігі. Яғни тілінің ауырлығы, күрделі бір жаңағы сөйлемдердің құралуы, терминдерге толы болуы. Енді бұлайша қарағанда бұл аса бір маңызды мәселе болып көрінбеуі мүмкін. Дегенмен бірақ енді сот секілді, сот жүйесі секілді салада ұсақ-түйек мәселе болмайды. Сондықтан бұл бағытта сөзіңіз орынды. Қандай жұмыс қолға алып отырсыздар? Біздің судьялардың қабылдайтын сот актісі судьялар қызметінің ең маңдайалды өнімі. Өйткені соңғы түйіні ғой. Түйіні ол адам тағдыры, ол мемлекеттің, өйткені судьялар мемлекеттің атынан, республика атынан шешіп шығарады ғой. Ол судьяның жеке ғана бір қағаз емес, ол үлкен мемлекеттік деңгейде құжат. Әрине ол құжатта сол дау тудырған, қылмыс болған жағдайдың мән-жайы ашық, анық айтылып, судьяның тағайындаған шешімі, үкімінің негіздері нақты, анық, түсінікті тілмен жеткізілуіне біз шын мәнісінде терең мән беріп отырмыз. Былтырғы жылдан бері сіз білесіз, бізде сот төрелігінің 7 түйіні деген үлкен бағдарлама бар. Соның ішінде сапалы нәтиже деген бір бағыты бар. Сол сапалы нәтиже бағытында бізде мамандар мен судьялар бірігіп, жұмыс тобын құрып, біздің елімізде шығарылған сот үкімдері, қаулылары, шешімдерді қараған кезде мен жаға ұстаған жағдайларға тап болған. Бір эпизодты, бір айтқан уәжді 1000 рет қайталап, керек емес заңдарға сілтеме жасап, қойыртпақ, жаңылтпаш сот актілері өкінішке орай ішінара болса да табылды. Сондықтан ол нәрсені біз экранға шығарып, судьяларға көрсетіп, қып-қызыл қылып. Бұндай жағдай болмас үшін қайтадан сот актісінің құрылымы, қалай болу қойылатын талаптар, тіпті шрифттер дейді ғой, қаріптердің санына дейін, азат жолдар қалай басталу керек, қанша бетінің техникалық параметрлерден біз қайта қарап шықтық. Өйткені қабыл оқыған адам оны түсіну керек. Тіпті ауылда отырған жай қарапайым көшедегі кемпір мен шалдың өзі оқыған кезде түсінетін дегенде болу керек. Өте ауыр тілмен жазылмау керек деп біздің төраға тапсырма берді. Содан қазір бізде 3 нормативті қаулы қабылдады, солар талаптар бойынша. Және қазір былтырғы жыл қыркүйек айынан бастап судьялар сот процесінен кейін үкімді жариялап, шешімді жариялап болғаннан кейін оны түсіндіреді.
бұрын өкінішке орай халықтың ашу ызасын тудырған бір жағдай болған. Кейбір судьялар жаңағы сот актісін жариялағаннан кейін кетіп қалатын залдан шығып. Халық абдырап қалатын. Қазір олай емес. Қазір керісінше сот актісін оқып болғаннан кейін судьялар тараптарды отырғызып 15-20 минут тіпті жарты сағат, 1 сағат болса да ол сот актісіне қатысты тараптарға толық түсіндіреді. Неге ондай жаза қолданды? Неге ондай шараға барды? Мысалы, неге адам кей кезде барлық жаза бірдей адамды түрмеге тоғытпайды ғой. Кей кезде қоғамдық орында жұмыс істетіп қояды, айыппұл төлетеді, немесе қосымша жаза ретінде оны мемлекеттік қызметке істеу құқығынан айырады. Шартты жаза береді, әртүрлі жаза береді. Мысалы, қылмыстық бойынша, азаматтық бойынша айыппұлдардың мөлшері әртүрлі болады. Соны түсіндіреді. Неге олай отыр? Қылмыскер кейде түсіндіреді, сотталушыға да жәбірленушіге түсіндіреді. Сол кезде, даже кейбір кезде бұл шараның тиімділігі сондай, даже қылмыскердің өзі тағайындалған жазаға толығымен келісіп жатқан кездер бар. Тіпті шағымдану деңгейі осы шарадан кейін, осы қабылданған қаулылардан кейін 2-3 есеге азайды. Өйткені бұл тиімділігін берді. Біз қазақта бар ғой сөзге, бір ауыз сөзге тоқтаған халықпыз ғой. Ол қасиет бізде әлі жоғалмаған. Кей адамдар өзінің қатесін түсініп, немесе кей адамдар жәбірленушінің өзі қайтадан шағымданбайтындай татуластыру рәсімдерін түсіндірген кезде келесі тарапты кешіріп жатқан жағдайлар өте сондай бір қуантарлық жағдайлар бар. Біз оны айтып кетуіміз керекпіз. Түсінікті. Олай болса, Айдос мырза, сізге алтын уақытыңыз бөліп хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Мына қалтарыс бұлтарысы көп сот жүйесі секілді өте бір күрделі тақырыпта анық, ең бастысы түсінікті тілмен көптеген мәселелерді жеткізіп бердіңіз. Рахмет сізге. Және осы бүгінгі біздің тақырыбымыздың түйінін шығарар болсақ, осы сотқа деген сенім елімізде мықтап орнасын және әділдік салтанат құрсын деген тілек білдіреміз. Рахмет сізге. Қадірменді желі қолданушылары, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге саламыз. Бізде студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының баспасөз хатшысы, саяси ғылымдар кандидаты Айдос Садуақасов. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.